Қайырлы кеш, замандастар. Қайырлы күн деуге де болады, егер күндіз қарап отырсаңыздар. Бүгін біз қазынашылық клиент жүйесінде ұлттық валютада ақша алушы бөлімінде жеке кәсіпкерді тіркеуді үйренудің сәті түсейін деп тұр. Өйтетінім, менің бір жақын досым осы 2017 жылы жеке кәсіпкерлік ашып жатыр. Соны тіркеп үйренетін боламыз. Мен тіркеймін, сіздер соны қарап үйренесіздер. Қандай құжаттар керегін қарап алайық. Так. Естеріңізге сала кетейін, 2017 жылдан 1 қаңтарынан бастап жеке кәсіпкер ашқандарға бұрынғыша куәлік берілмейді. Оның орнына мынандай талон деген бір бет қағаз беріледі. Үлкейтіп көрсетейін қазір. Талон. Негізі досым 2016-ның аяғында ашқан жеке кәсіпкерлікті Айбек деп ашқан. Енді Айбек деген жеке кәсіпкерлер көп болғасын, мен оны қазынашылық жүйесінде тіркей алмай, қайтадан өзгерттік. Соңғы қабылдаушының атауы ЖК Шуақов Айбек Балтабайұлы дегенге өзгерттік. Бұның екі жағы болады: орысша және қазақша. Және Қазпоштадан анықтама алынады. Яғни осындай шоты бар деген, бері жағы жоқ, жақсы жігіт деген сияқты. Алдымен осы талонды және анықтаманы, талонның екі жақ бетін, орысша қазақшасын және анықтаманы үшеуін PDF біріктіріп PDF форматқа айналдырамыз. Ол үшін мен өзімнің сүйікті программамды қондырып, сонымен айналдыруды сіздерге үйретемін. Егер ұнап жатса, осы программаны пайдалануға болады. Тез әрі ыңғайлы. Ол программаны мен өзім MediaJet деген программа қондырдым. Сол арқылы Universal Document Converter деген программаны жүктеп алдым. Universal Document Converter 6.5 версиясы. Бұнда установочный программаның өзі және Kagan деген болады. Кілттерді өндіретін генератор деп айтуға болады. Осы программаға арналған, яғни лицензиясы деп болады. Ал енді осы программаны қондырып, онымен қалай жұмыс істеуін қысқаша көрсете кетейін. Біреуге пайдасы тиіп қалар. Программаны қондырып болдық.
Енді ол программаға бір-ақ рет настройка жасаймыз. Сосын ары қарай ештеңе қозғамай жұмыс жасай береміз. Печатьті басамыз. Мына жерден галочканы алып тастағанымыз дұрыс. Мен жаңа қондырған кезде по умолчанию қойдым, яғни ашқан бойда Universal Document Converter тұрады. PDF-қа айналдырған кезде Universal Document Converter таңдайсыз. Ары қарай мен печатьті бассам қазір. По умолчанию. Мен жерде JPEG-тен басқа формат жоқ, яғни JPEG форматында сақтайды. JPEG деген жаңағы сканерленген или фото болуы мүмкін. JPEG форматында сақтайды. Маған керегі PDF. Мен отменаға берем және қайта барамын. Печать. Universal Document Converter таңдадық. Галочканы алып тастаймыз. 3 документіміз тұр ішінде. Параметрге барам. Свойства принтера. Соның ішінде формат файла. Формат файла. Міне жаңағы көрсеткен JPEG мына жерде тұр. Біз бұның ішінен таңдаймыз PDF. Окей. Енді көрейік. Печать. Көрдіңіздер ме? Документ PDF форматында сақтайды. Енді біздер мына жерге жазамыз Шуваков А Б. Сохранить. Мына жерде жүріп жатады. Автоматически ашылады. Так, менде поворот болу керек мына жерде. Бірінші документ, екінші документ, үшінші құжат. Осылай, тек бір-ақ рет настройка жасаймыз. Міне қазір қайта көрсетейін. Удалить ЖК. Печать. Universal Document Converter. Енді параметрге бармаймыз, уже бұл сақталып тұр. Сонда да қарап жіберейік. Формат файла, PDF уже автоматически настройка сақталып тұр. Тек қана мынау галочканы басамыз, себебі бұл кейде шеткі жазулар көрінбей қалып жатады. Печать. Бір айта кететін, мына жолақ жүріп болмайынша мына жерде сақтауды тұра тұрыңыз. Мына жолақ бәрі жүріп кеткеннен кейін барып жазыңыз, сақтаңыз. Шуваков А Б. Сохранить. Өйткені жаңа жолақ жүріп болмайынша сохранить бассаңыз, мысалы 10 бет таңдасаңыз, оның 5-еуі ғана сақтауы мүмкін. Себебі әлі принтерге жүктеп жүріп әтті. Міне көрдіңіздер, 3 документ тұр. PDF-қа айналдырдық. PDF-қа айналдырдық. Енді қазынашылық клиент жүйесінде тіркеуді бастаймыз. Получатель денег в нацвалюте. Басамыз. Бір айта кететінім, егер біреулеріңіз жеке кәсіпкерлік ашатын болып жатсаңыз, фамилияңызды, атыңызды толық жаздырып ашқаныңыз дұрыс. Себебі менің досым тек Айбек деп аштырған 2016 жылы аяғында. Оны қазынашылық
жүйесі қабылдамай тастады. Міне қазір көрсетейін сіздерге. Так, поставщик. Мысалға ИП Айбек. Міне көрдіңіздер ме? ИП Айбек дегендер көп. ЖК Айбек десе терсеңдер де мына жердегі Айбектер шығады. Сол себепті сіз егер мысалы тек қана атыңызды жазып ашсаңыз, дәл сондай атпен басқа біреу тіркелген болса, система, яғни жүйе, қазынасының жүйесі сіздің өтініміңізді қабылдамайды. Бізде де осындай случай болып, жаңағы досымның. Сол себепті біздер қайта налогқа барып, қазір енді мемлекеттік кірістер комитеті болды. Сол комитетке барып, қайта Шуақов Айбек Балтабайұлы деп өзгерттік. Ал кеттік, бастадық. Тағы бір айта кететін жайт, тіркеудің екі тәсілі болады. Біріншісі бұл жаңарту, обновить. Қазір түсіндірейін. Мысалы ИП Айбек. Мынау жаңағы біздің Айбек емес, бұл жалпы тіркелген басқа бір Айбек. Айбек таңдаймыз. Мына жерге түсті. Мына жерде обновить деген бар, жаңарту. Создать заявку. Айбек. Бұнда міне уже тіркелген бүкіл адрестері, счеттары бар. Енді счеттары көрінбейді, былай негізі. Бұл жерде тек жаңағыдай сохранить, сформировать заявку деп жібереміз де, бухгалтерден қол қоямыз, бастықтан қол қоямыз. Сосын қазынашылыққа жібереміз. Яғни біз бұл жаңағы, мен енді Ойлы орман шаруашылығының мекемесінің аккаунтымен ашқаннан кейін, сол Ойлы орман шаруашылығының жаңа дружба жібердік дейміз, досы ретінде бізге сонымен жұмыс істеуге мүмкіншілік береді. Ендігі қазіргі менің жасайын деп отқаным, ол енді басқаша деуге болады. Бұл жерде біз жаңадан создавать етеміз заявканы. Создать мына жерде тұрады, обновить баспай создать тұрады. Сосын дәл талондағыдай жаздым. Бір қарап жіберейік. Шуақов АП. Орысшасында ИП деген, бірақ ар жағы Шуақов АП салынған. Так. Ставить. Наименее поставщика на казахском языке. Жеке кәсіпкер Шуақов. Ставить ин поставщика получателя. Бұны да біз дайындап қойдық. Копировать. Бір тексеріп жіберейік. 870702-351-219. 870702-351-219. Тұрсақ. Ставить. Сектор экономики. Жеке кәсіпкерлер біздерде 19 болу керек. Домашнее хозяйство. Үй шаруашылығы. Домашнее хозяйство. Резидент Республики Казахстан. Домашняя область, город. Область Активская. Район. Адрес.
Молдағұлова 3. Копировать. Ставить. Биг банка бізде. КПСТ КЗК. КПСТ КЗК. Қазпошта. И поставщика. ЖСК 20 цифрдан тұрады, 20 символдан. Копировать. Ставить. Енді добавить файл. Java жүктеліп жатыр қазір. Java ранды басамыз. Так, E-токенді көрсеттім. E-токеннің стандартный цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Выберите файл. Біздердікі рабочий стол. Десктоп. Соның ішінде Шуақ Байбек. Мұнаға айналдырған PDF форматымыз. Подписать. Отправить. Там жерде сохранить бір басып алуымызға болады. Енді сформировать заявку. Так, оған да қол қоямыз. Шықты. Подписать. Отправить басамыз. Файл успешно оставлен на сервер. Күтеміз. Қол қойылды. Енді директорге жібереміз. Қол қоюға. Мусин Серкалевич. Мына жерде отправить деген бар. Отправить. Болды. Енді бастықтыкіне кіреміз. Директордікіне. Сол жерден мына екі файлға қол қойып, ары қарай казначействоға жібереміз. Мінекей біз директордың кабинетіндеміз. Аккаунтында мынандай бірінші бетіне шығып тұрады. Манаға жібергеніміз. Соған басамыз. Ссылка на документ. Және қол қоямыз. Рецепімен. Ранды басамыз. Подписать. Отправить. Так, екіншісіне қол қоямыз.
екі файлға да қол қойдық. Қарап алуымызға болады не шыққанын. Сохранить. Открыть. Міне мынандай приложение 64 деген шығады. Ипшуақ Байбек. Кодетілгу главный бухгалтер. Ары қарай сведения об уведомлении. Және утвердить. Утвердить етілді. Енді қараймыз. Бүгін 16-сы. На обработке ТПК. Территориальное подразделение казначейства. Сіздің жергілікті жердегі казначействоның есігін барып қағып тұр қазір. Мінекей замандастар, кеше 15-нен 16-сына қараған түні біздер өтінімді жібердік. Бүгін міне сол 16-сы кешкілік сағат 22:50-де біздер көріп отырмыз. Өтініміміз сәтті өтіп келген. Заявка на создание получения денег обработана. Ішін ашып көрсетейін. Осылай саламыз, яғни кешегі салғанымыз дұрыс болып шыққан. Қазір енді іздеп көрейік біздер. Қазір іздеп көреміз. Мінекей, Ипшуақ АБ жүйеде бар деген сөз. Енді бұл ИП-мен жұмыс жасай беруге болады. Осы назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.